Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін сарымсақтың пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сарымсақтың ең бірінші пайдасы ол бактериялармен күреседі. Сарымсақ шекіре жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызға өкпе құрты, дизентерия, кандиоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамында аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойы сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Сонымен қатар қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлар және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Келесі ол иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және оларды профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60%-ға алдын болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайды емдеу үшін күніне 2 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақтың құрамында күкірт, гиалурон сульфид, салицилин деген қышқылдар ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеу нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Паразиттер, аскорбизотпен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты, ал сарымсақ ішек құртымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн. Немесе 200 мл сүтке бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жалпы жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатыр алдында жасаған дұрыс. Ас қорыту. Сарымсақ ішек жолдарында өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартып, тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа аурулары барлар қолданбаған жөн. Келесі пайдасы ол теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің болуын азайтады, әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Келесі ол артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпқа ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамырына сарымсақтың екеуін салып суға қайнату керек. Зімбір мен сарымсақты ұзақтап турап, оған 2 литр ыстық су құйып 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп, күні бойы аздаған мөлшерде ішкен жөн. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз қандай пайдасын білесіз, жаза кетіңіз.